Екі ат қорғанысында кездесетін тұзақ түрі. Защита двух конейде кездесетін ловушка. Сарбазымыз жүрді. Біздің сарбазда жауап қайтарды. Атпен ойынға шықтық. Атымыз қорғап жатыр сарбазды. Енді піл С4 нүктесіне келіп ойынға қосылып жатыр. Енді біздің атымыз шықты. Осы жерде екі ат қорғаныс басталып жатыр. Одан кейін бізге ат шабуылдайды. Бұл пешканы жеу арқылы вилка жасамақшы. Сол себептен біз не істейміз? Пешкамызды алға қарай жүреміз. Енді олар бізді жеді. Біз атымызды алып қашамыз. Бізге шақ қояды. Бізде алға жүреміз. Сосын біздің пешкамыз жегенде бізде оны жейміз. Енді көп жағдайда пілді артқа қарата алып кетеді. Сол кезде біз не істейміз? Пілімізді дамытамыз, ойынға шығарамыз. Олар ерекше ход жасайды, яғни рокировка жасап кетеді. Біз атқа шабуылдаймыз. Ат F3 клеткасына қашқан кезде атқа тағы да шабуылдаймыз. Енді ол E5 клеткасына келген кезде біз оған уәзірмен шабуылдап бастаймыз. Ат қашса, шетте тұрған атпен жейміз. Олар бізді пілмен жейді. Ұзақ құрамыз, яғни пілді жайдан жай береміз, яғни жертва дейді, береміз. Олар біздің ладьямен жейді. Біз атпен шабуылдаймыз. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде ладьяға шабуылдап тұрық, және де пешкеге шабуылдап тұрық. Пешкені бермеу үшін не істейді? Олар алдын жабады. Себебі бұл жерге ферзь келу арқылы өте қауіпті шабуылдың түрі болады. Сол себептен олар не істейді? Пешкені қорғап қалады. Біз ладьяны жейміз. Енді олар патшамен жеген кезде біз уәзірмен шақ қоямыз. Бір ударымыз патшаға, бір ударымыз пілге болып тұр. Енді патша қашады, біз пілді жеп, материальный перевес жасау арқылы біз бұл ойында жеңіске жете аламыз.